Қайырлы күн, киносері қауым. Біз бүгін Бахар телесериалының 4-ші бөліміне келдік. Яғни кеше Бахар жұмыспен сөйлесуге, сұхбаттасуға барады. Сол жерде дәрігерлер өзінің осы жұмысқа кірсін немесе осы жұмысқа қабылданбасын деп барлығы дауыс беріп, осы Бахар жұмысқа орналасады. Бұл жерде жұмысқа орналасқаннан кейін Бахар таксимен кетіп бара жатқанда алдынан күйеуі Тимур шығып айғайлайды: неге келдің, неге жұмысқа тұрдың деп. Неге бұл жерге келдің, неге жұмысқа тұрдың, сен ауру емессің ба, балаларға қарап үйде қал деп Бахардың ашуына тиеді. Және Бахар да үндемей қалмайды. Сен неге осыншама уақыт бұрынғы ғашығыңды неге жасырдың деп оған да сес көрсетеді. Өстіп Бахар үйіне кетіп қалады. Одан кейін Бахардың сұхбаттасуға шақырған Эврен дәрігер екенін Тимур мен Ренген екеуі сөйлеседі. Бұл кезде Бахар өзінің үйіне таксимен кетіп қалады және Ренген сол жерде Эврен дәрігерді жұмысқа қабылдаған кісіден барып сұрайды: кеше біз Бахардың резюмесін көрдік, бұл кісіні біз жарамсыз деп тапқан жоқпыз ба, не үшін, қандай оймен қайтадан сұхбаттасуға шақырдыңыз дейді. Сол кезде бас дәрігер айтады: мен бұл Бахарды Эврен дәрігер өзі шақыруды өтінді дейді. Сол кезде Ренген мен Тимур екеуі осыған бола сөзге келісіп, Ренген айтады: мен яғни сен әйеліңді қызғанасың одан деген сияқты нәрселер, деген сияқты әңгімелер айтады. Одан кейін осы Бахардың енесі досымен жағажайда шай ішіп отқанда осы енесінің сөмкесі, яғни көк сөмке, оны алдыңғы серияда Бахар сатып жіберген болатын. Және осы енесінің досы біліп қояды да осы енесіне, Бахардың енесіне айтады: бұл сенің барахолкадан алған сөмкең бе, ұят қой, бұндай жерге ұстаушы болма, адам деген бірден байқап қояды дейді. Және дәл осы сәтте енесі Тимурға звондап айғайлай бастайды: менің сөмкем ұрланды, үйден біреу алып кеткен дейді. Сол кезде Тимур айтады: мама, сөмкесі құрсын, мен Бахар туралы айтып жатырмын, Бахар жұмысқа орналасты және көптеген балл алды, экзаменнен сәтті шығыпты дейді. Бұны естіген енесі: бұл ақшаны қайдан алған дейді. Мен қайдан білейін қайдан алған ақшаның деп Тимур телефонды қоя салады. Одан кейін енесі бірден ойына Бахар есіне түседі. Бахар оны сатып жіберіп орнына оқуға түскенін және осы оқуға жұмысқа қабылдауына тестке дайындалғанын біледі. Одан кейін үйге енесі ашуланып үйде күтіп отырады. Есікті Бахар қағып, үйге Бахар кіреді. Екеуі енді сұмдық айғайласады, екеуі сөйлеседі. Сол кезде енесі Бахарға өте қатты ауыр сөздер айтады: біз саған жаңа өмір сыйладық, сен 20 жаста болған кезде осы Тимур үйге алып келді, сен сол кезде аяғың ауыр еді деп оған қатты сөздер айтады. Мен сені кіргізбегенде сен әкеңнің қолынан өлетін едің деп біршама сөздер айтады. Бұған және енесі айтады: сені мен кіргізбедім, сені осы Тимурдың әкесі үйге кіргізді, ол менен гөрі шамалы ақкөңіл еді деп айтып қалады. Сол кезде Бахар қатты ашуланып оған да қатты айғайлап тастайды. Енесіне айтады: мен де сол кезде 20-да, сіздің балаңыз 20-да болса, мен де сол кезде 20-да болдым. Мүмкін қателескен шығармын. Және осы қателігімді 20 жыл бойы осы үйдің ыдысын жуып, бүкіл жағдайын жасаумен өткіздім дейді. Және сіз менен гөрі, сіз қатыгезсіз, сіз зұлым адамсыз, сіз өзіңіздің күйеуіңізді, яғни Тимурдың әкесін ауырған халде және ауырған кезде өзіңіз қарамай, өзіңіз бақпай, қарттар үйіне өткізбекші болдыңыз. Мен ол кезде сіздің күйеуіңізді мен қарадым. Сіз енді жақсы болсаңыз, балаңыздың әкесіне қарамайсың ба деп енді қатты сөздер айтып үйден шығып бара жатқан кезде енесіне айтады: мен бұл үйден қалай кірсем, дәл солай осы есіктен шығамын дейді де үйден есікті тарс жауып шығып кетеді. Сол кезде енесі аяқ қолы дірілдеп Бахарды түсінбейді және Бахардың мұндай мінезін ешқашан көрмеген еді. Дереу Тимурға звондап дереу үйге кел дейді. Және сол кезде Тимур мен Эврен екеуі сөйлесіп отқан еді. Тимур өзі осы Эврен дәрігердің бөлмесіне кіріп есікті қағып сөйлесуге бола ма дейді. Және не үшін Бахарды шақырдың дейді. Не үшін шақырдың оның, сен ол жас қыз емес, көз қызығарлықтай, және ол үлкен әйел, және ол менің әйелім дейді. Ол ауру және жұмысқа жарамсыз деп біраз нәрсе айтады. Ал Эврен дәрігер оған: мен дәрігер ретінде оның шынайы жақсы дәрігер болатынына сенемін. Ал ауруына келсек, ол үнемі ауруына жақсы дәрілерін пайдаланып жүрсе, үнемі ішіп жүрсе, ол міндетті түрде айығып кетеді дейді. Тимур бөлмеден шығып кетеді және осы Тимур үйіне барады. Үйіне барса
үйіне барса енесі, яғни Тимурдың анасы екеуі біраз сөйлеседі. Енесі айтады, Бахар ашуланып үйден шығып кетті. Енді не істейміз біз? Мен бір нәрсені құртқан сияқтымын ашумен. Енді не болады? Бахар үйден кетіп қалса, ертең мен ажырасамын десе, ендігі өміріміз не болады біздің? Әкең бүкіл осы үйді, бүкіл құжаттарға барлығының иесі осы Бахар деп жазып кетті емес пе? Бахар бұны білсе не істейміз? Екеуміз далада қаламыз дейді. Сол кезде осы Тимур айтады, мен де өзім де білмей жүрмін не істерімді. Бахар күрт өзгеріп кетті, жұмысқа тұрды, біздің көз алдымызда жүр, маған да оңай емес дейді. Сол кезде енесі Тимурға айтады, сен сол жаққа жұмысқа кіргіз, көз алдыңда болсын, және екеуміз де Бахардың артынан бар, сен кешірім сұрап қайтадан алып кел, екеуміз де бұл жағдайды түзетейік дейді. Сол кезде Бахар өзінің анасының үйіне келеді, анасын құшақтап жылай бастайды. Құшақтап жылап, анасы да не болды Бахарым деп, мен осындай нәрсе жасадым, үйден кетіп қалдым дейді. Ал анасы оған еш мұңайма және оған дым да қымсынба, бұл да Алла тағаланың саған берген бір мүмкіндігі шығар, алдыңнан бір жақсы есік ашылар дейді. Келесі күні енесі екеуінің айтқан барлығын мамасына айтып береді. Және сол күні кешке Бахарға Тимур барады да Бахарды кешірім сұрап, барлық жағынан кешірім сұрайды. Бахарға айтады, сені рентген дәрігер жұмысқа кіргізді, мен сені енді прямо қызғандым деген сияқты нәрселер айтады. Және осы кезде қайтадан сұрайды, сен неге рентгенді осы жақта жұмыс істеп жүр дегенді неге айтпайсың, неге менен жасырып жүрсің дейді Бахар. Сол кезде Тимур айтады, мен сені біртүрлі болып қызғанып қалар, немесе өзіңді дұрыс емес ұстар деп ойладым деп кешірім сұрайды. Және Бахардың анасынан да кешірім сұрап, осы Бахарды үйіне алып кетеді. Сол кезде Бахар өзі таңғалады, сен осыншама уақытта бірінші рет кешірім сұрап тұрсың дейді. Сол кезде Тимур айтады, сен де бірінші рет үйден кетіп қалдың деп, екеуі бір-біріне қарап күледі. Бұлардың барлығы енді Тимур мен анасының ойыны болып табылады. Бахар енді ойын емес деп бұл қабылдап жүр ғой. Одан кейін келесі күні жұмыс басталады. Ең бірінші Бахар рентгеннің бөлмесіне барады. Рентген екеуі сөйлеседі, сөйлесуге бола ма дейді, рентгенге кіріңіз дейді. Сол кезде екеуі сөйлеседі, біршама нәрсені талқылайды, ішіндегілерін айтып, тіпті рентген Бахарға сөзбен түйреп біршама ауыр сөздер айтады. Және рентген Бахар айтады, мені күйеуім өзі қолдады және осы жаққа жұмысқа тұрғызды дейді деп біраз нәрсе екеуі сөйлеседі. Және Бахар айтады, мені сен ұмытпаған шығарсың деп рентгенге айтады. Және рентген айтады, мен ешқашан бұл нәрсені ұмытқан жоқпын және ұмытпаймын да деп тарс еткізеді. Және Бахар айтады, рентгенге айтады, сен үйленіпсің, бақытты бол, өйткені сенің тегің ауысыпты дейді. Сол кезде рентген мен профессормын, менен кейінгі көмекшілерім менің өміріме араласуына жол бермеймін және ешқашан сұрама деп тарс еткізеді. Бахар бөлмеден шығып өзі кетіп қалады және ассистенттер, яғни көмекшілер ғой, енді медсестра деген сияқты. Осы кезде ассистент Серенге келеді және мен Бахар, есімі Бахар деп өзі жауап Бахар дейді. Сол кезде Серен айтады, сіз жұмысқа тұруға ерте келіпсіз деп мысқылдайды. Яғни ол дегеніміз ассистент болуға жасыңыз, яғни 40-та, ертерек келмедіңіз ба, неге енді кеш келіп жатырсыз деген сияқты мысқылдап жауап береді. Бұл жерде Бахарды Азиздің анасы екенін ешкім білмейді. Бахар жұмысқа кірісіп кетеді. Рентген өтірік жұмысқа кірісіп кеткеннен кейін рентген мен Тимурдың өздерінше ойластырған жоспары бойынша рентген ассистентіне, яғни Серенге звондап, мен күйеуімнің шаруаларымен аяқ астынан кетіп бара жатырмын, яғни менің осы жерде жоқ екенімді ешкімге білдірмеңдер дейді. Сол кезде осы Серен айтады, осы жұмыстағы қыздарға, еркектерге, яғни осы рентген дәрігер осылайда күйеуімен бірге аяқ астынан кетіп қалды. Біз оның орнына жұмысты жасай тұрайық дейді. Сол кезде Бахар айтады, аяқ астынан оның күйеуі бар ма деген сияқты. Сол жерде ассистенттердің арасында пікір сайыс болып кетеді. Енді бұл рентгеннің өзінің ойыны еді. Содан кейін рентген мен Тимур екеуі тығылып сөйлеседі. Рентген айтады, сен Бахарды жұмыстан шығарып жібер, қалай болса да соны шығар дейді. Егер де шығармасаң менен айырыласың деп жауап береді. Бұл кеште рентген өзінің бұрынғы күйеуімен бірге кездесуге барады. Күйеуі
яғни бұл серияда бұл нақты айтпайды қай кезде үйленген, қай кезде ажырасқанын, тек қана екеуінің сөйлескенін ғана осы серияда көрсетеді. Екеуі сөйлесу барысында күйеуі осы Рингенге айтады, сен баяғы ғашығың, яғни 2 баласы бар, әйелі бар адаммен көңіл қосып жүрсің, бұның дұрыс емес деген сияқты әңгімелер айтады және бопсалайды. Яғни ол жерін көрсетпейді. Өйткені Ринген айтады, менен не керек дейді. Одан кейін келесі күні осы Бахардың қызының туған күні, яғни Омайдың туған күні. Бұл кезде осы Омай туған күнін тойлап, үйінде әдемі дастархан жайып жатыр еді. Әдемі дастархан жайып күтіп отырған, және анасы да барамын деген анасын күтіп отырды. Бірақ осы кезде Тимур әдейі Бахарды түнгі кезекшілікке қойып қойды. Түнгі кезекшілікке осы Бахарды әдейі қойды, өйткені қызы мен екеуінің арасы бұзылсын және ауыр жұмыс жасап, яғни жұмыстан шығып кетсін деген оймен. Оны Бахардың өзіне де айтады. Бахар айтады, неге олай жасадың? Бүгін Омайдың туған күні емес пе, соны білмейсің бе дейді. Сол кезде енді сен осы нәрсені қаладың, жұмыс басты болғың келді, енді жұмыс жаса дейді. Тимур оның Бахардың бетіне қарамай тас бұрылып кетіп қалады. Содан кейін кетіп бара жатқанда Азиз, яғни ұлын көріп қалады. Ұлын айтады, мені бүгін түнгі кезекшілікке қойып қойды, әкең әдейі жасады, менің бүгін қызымның туған күні екенін біледі деп, сен үйге бара бер, бірақ әкеңнің олай жасағанын қызына айтпа, әкесіне ашулануы мүмкін деп баласына айтады. Баласы да әкесіне қатты ашуланып үйіне кетеді. Бахар өзінің жұмысына кіріседі. Аяқ астынан толғағы басталған әйел келеді больницаға. Осымен бүгінгі серия аяқталды. Егер де ұнаса лайк басып тіркеліп қойыңыздар.